Прокуратура органдарының бастамасы бойынша құрылған ахуал орталығы күн сайын коронавирус бойынша жағдайды қадағалап отыр. Арнайы топ құрамына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті Қызылжар адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қызметкерлері, құқық қорғау органдары мен құзырлы орган қызметкерлері кірді. Бүгін облыста өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде денсаулық сақтау мекемелерінде көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын толық және дер кезінде орындалуына мониторинг жүргізу тобының жетекшісі Нұрлан Жахин бүгінгі күнге дейін атқарылған жұмыстар туралы баяндады. Мониторингтік топ дәрі-дәрмек бағасын көрсетілетін медициналық қызметін сапасын бақылауға алып, мәселенің анық-қанығын анықтайды. Жақында олар психикалық денсаулық орталығында медициналық маскалардың бар жоғын тексерген. Тұрғындардан түскен шағымдардан кейін тексеріс жүргізілді, бірақ ақпарат расталмады. Кейбір медициналық мекемелерде өкпе рентгенін жасау үшін ұзын сонар кезекте тұруға мәжбүрміз деп хабарласқандар да баршылық көрінеді. Бұл вирустық пневмонияның өршуіне байланысты. Мамандар күніне 60-тан 74-ке дейін зерттеу жүргізіп отырады. На сегодняшний день мониторинг тобымен бірлесіп рентгені диагностика саласында халыққа сапалы қызмет көрсету бойынша жұмысты жақсарту үшін мынадай іс-шаралар жүргіздік. Олар орташа және ауыр пневмониясы бар пациенттерге басымдық берілген науқастарды сұрыптау. Кабинеттің жұмыс кестесі пысықталды. Сағат 8-ден 13:00-ге дейін шұғыл түрде емдеуді қажет ететіндер. Сағат 14:00-ден басты зерттеудің нәтижесін алу және жоспарлы бақылауға келген азаматтар қаралады. Дене қызуы бар науқастарды қабылдау фильтр кабинет арқылы немесе үйге шақыру бойынша жүргізіледі. Бүгінгі күні жедел жәрдем шақырудың саны 45%-ға төмендеген. Облыста індеттің шарықтау шегінде 4-ші санаттағы шақыртулардың саны күрт өсіп, жедел жәрдемді 1 сағат 40 минутқа дейін күту фактісі тіркелген. Сондай-ақ күн сайын дәрі-дәрмектердің бағасына мониторинг жүргізіледі. Өңірде парацетамол, аспирин және дене қызуын түсіруге арналған тағда басқа дәрілер жеткілікті. Бүгінде мониторинг тобының мүшелері емханаларда мобильді бригадалардың саны 5 есеге дейін артқанын айтып отыр. Пациенттерді емдеу үшін өкпені жасанды желдетудің 59 аппараты жұмылдырылды. Тағы 162 өкпені жасанды желдету аппараты әкелінеді деп күтілуде. Сонымен қатар жергілікті бюджет есебінен 5 оттегі станциясын салу туралы шешім қабылданды. Бұған 300 миллион теңге бөлінеді. Ежедневно ведется. Солтүстік қазақстандықтарға тағы бір ескертіп айтқым келеді. Егер медицина мекемелерінде немесе дәріханаларда қандай да бір заң бұзушылықтарға тап болсаңыз, 109 ситуациялық орталығына 877-564-14-24 нөмір арқылы немесе қоғамдық бақылау картасына жүгіну қажет екенін айтамын. Барлық өтініштер назарға алынып, олқылықтардың орнын толтыруға тырысамыз. Қазір уақытта мониторинг топтың мүшелері медицина қызметкерлеріне олардың қиын уақыттағы еңбегі үшін тиісті өтемақы төлеу мәселесімен айналысуда. Жанбота Естайғызы, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.